Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бұл арнада сізді терең әрі әсерлі оқиғалар күтеді. Жүрекке жылы тиетін және ой саларлық видеоларды жіберіп алмаңыз. Арнамызға жазылып, қолдау көрсетіңіз. Махаббат пен зұлымдық, кешірімнің күші. Ерлан мен аяулымның махаббаты мектептен басталған еді. Олар бір-біріне ғашық болып, өмірдің әр сәтін бірге өткізетін. Ерлан сабырлы, қамқор жігіт болса, аяулым ерке мінезді, алғыр қыз еді. Екеуі барлық қиындықтарды бірге жеңіп, бірін-бірі қолдап жүруші еді. Бірақ олардың қарым-қатынасында бір үлкен кедергі болатын. Ол аяулымның жүрегіндегі қатыгездік. Аяулымның мінезіндегі бұл қатыгездік оның балалық шағынан қалған жарадан туған еді. Ол әр кез өзіне қарсы келетіндерге зұлымдық жасап, кейде тіпті Ерланға да ауыр сөздер айтатын. Ал Ерлан болса, бұл зұлымдықты жүрегіне сақтамай, сабырмен қабылдайтын. Оның жүрегі махаббатқа толы, ал аяулымның жүрегі жараланған еді. Бір күні аяулымның қатты ренжіген сәті болды. Ешкіммен сөйлемей, жүрегіндегі зұлымдық оны тағы да басып тастады. Ол Ерланға ашу-ызасын төгіп, олардың қарым-қатынасы бітті деп ойлады. Сол кезде Ерланның жүзіне қатты ауыр сөздер айтып, оны ренжітті. Ерлан үнсіз, бірақ көзінен жас ағып, оны түсінгендей қарады. Ол кетіп қалды. Кейінірек аяулым өзінің жасаған қателігін түсініп, Ерланды іздей бастады. Ол кешірім сұрағысы келді, бірақ Ерланды таба алмады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол Ерланның жазған хатын тапты. Хатта тек бір-ақ сөйлем бар еді. Мен сені жақсы көремін, бірақ сенің ішіндегі зұлымдықты да түсінемін. Мен кешірдім, деді. Аяулым сол сәтте жүрегінің ауырлығын сезініп, Ерланның шын жүректен кешіргенін түсінді. Ол Ерланды қайтадан табу үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Бірақ махаббат пен зұлымдықтың арасындағы күресте тек махаббат жеңе алатынын да ұқты. Олар қайта кездесті. Бұл жолы аяулым бұрынғыдай емес, жүрегінде махаббатты көбейтіп, Ерланның сабырын түсінетін болды. Зұлымдықтың тек махаббат арқылы жойылатынын білді.